армысыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі әңгіме бауырды тазалайтын шипалы 9 дәм туралы болмақ. Бұл 9 дәмнің қандай дәм екенін білгіңіз келсе, онда мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Себебі осылай жасау арқылы сіз біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына көмектесесіз. Екіншіден, ана тіліміз қазақ тілінде өсуіне кішкентай да болса үлесіңізді қосасыз. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де жақын жолыңызбен бөлісіңіз. Қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Лимон суы. Енді әр күні бауырымызды тазалап, ас қорытуды жақсартқымыз келеді ғой. Сол үшін бірінші жылы сумен лимон суын ішкеніміз абзал. Бір стакан лимон араласқан жылы су аш қарынға ішілсе, асқазандағы токсиндерді жоюға көмектеседі. Метаболизмді дамытып, ас қорытуды жақсартады. Іш қатудың алдын алады. Міне лимон суының осындай пайдасы бар. Одан кейін авокадо. Авокадо әлемде саулық пен сұлулық үшін қолданылуымен танымал. Енді бұл сонысымен танымал ғой. Бауырды глюкозамин және басқа да токсиндерден қорғайды. Авокадоның осындай қасиеті бар. Куркума қабынуды кетіретін дәмдеуіш. Рактың алдын алып, бауырды қорғайды. Бауырды тазалап қана қоймай, метаболизмді түзеді. Міне куркуманың осындай мықты қасиеті бар. Мол су ішу. Енді бауырды тазалаудың ең жақсы жолдарының бірі күн сайын 6-8 стакан су ішу. Бұл сондай-ақ бүйректерді тазартып, арықтауға да сеп болады. Адамның тәні әрқашанда дымқыл болуға тиіс. Бұл үшін мол су ішу қажет. Негізі судың өзі нормасы бар, қанша ішу керек екен. Негізі азанда тұрғаннан сол кешкі 4-5-ке дейін ғана ішкен дұрыс. 4-5-тен ары қарай ішетін болса, ол ұйқыңызды бұзып қайта-қайта далаға шыға бересіз. Ал енді бұның нормасы қандай? Бұның нормасы негізі өзіңіздің салмағыңыздың 0,3%. Ол деген сөз, мысалы, салмағыңыз 50 болатын болса, оны 0,3-ке көбейтесіз, 1,5 литр. Егер де салмағыңыз 70 кило болатын болса, оны 0,3-ке көбейтесіз, 2 литр 100 грамм. Енді бұл жерде бір ескеретін нәрсе бар. Мысалы, сіздің салмағыңыз өзіңіздің нормаңыздан артық деген. Артық салмақ бар сізде. Ондай кезде не істейсіз? Ондай кезде сіздің өзіңіздің бойыңызбен салмағыңыз бойыңызға қарай норма бар ғой салмағыңыз. Сол норма салмақты аласыз даған, соның 0,3%-ін алып ішесіз. Бұл сіздің нормаңыз болып есептелінеді. Енді мәнерленген өнімдерден аулақ болу. Ол тазартылған ұн, қант сияқты өнімдерден аулақ болуға тиіспіз. Себебі бұндай өнімдер тікелей бауырды майлаттырады, әрі холестеринге толтырады. Бұндай тамақтарды көп тұтыну адамның қарнына, санына, жауырына, мықынына май топтастырады. Жоғары триглицеридтер жүрекке кері әсерін тигізеді. Сондықтан енді осындай тамақтардан тазартылған қант сияқты өнімдерден аулақ болуға тиіспіз. Бұған тағы да қосымша мынау пістемай дейді ғой, енді сумай дейді, пістемай дейді. Сол сумай мен пістемайдың рафинатталғаны, бұл да бауырды майлайды и холестерин жинайды. Бұл рафинатталған майдың сондай қасиеті бар. Бақбақ түбірі. Бауырды тазалауға шипасы мол өсімдіктердің бірі бақбақ тамыры. Асылында бұл тарихта бауыр тазалауға ең көп қолданылған өсімдік. Ең дұрысы шай ретінде пайдалану бақбақ түбірі. Одан кейінгі сарымсақ, чеснок. Бір түп сарымсақтың өзінде жоғары емдік қасиет бар. Бұл жөнінде Мұхаммед пайғамбарымыз айтып кеткен.
Sarımсақ иммундық жүйені күшейтіп, тәндегі бактериялар мен вирустарға қарсы тұрады. Sarımsақтың құрамында сондай сульфид бар. Ол бауырды тазалайтын ферменттерді қалыптастырады. Sarımsақтың осындай мықты қасиеті бар. Брюссель капустасы. Азық ретінде қолданылмаса да, денсаулық сақтауда шипасы мол. İçinde mаңызды сульфидті глюкосинолаттар адам ағзасынан токсиндер мен улы заттардың шығуын қамтамасыз етеді. Көк шай бауырды тазалайтын тамаша өсімдік. Алкогольден келер зияннан, ісіктен, гепатиттен қорғайды. Ішіндегі катехин табиғи түрде ракпен күресіп, ағзадағы майларды ерітеді. Бұл енді көк шайдың пайдасы. Ардақты ағайын, біз сіздерге пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймыз. Сондықтан мына видео ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, жақын жуық таныстарыңызбен бөлісіңіз. Солай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің өсуіне көмектесесіз, екіншіден ана тілі қазақ тілінің өсуіне кішкентай болса да үлесіңізді қосасыз. Бар болайық, бай болайық. Бәрінен де денсаулық зор байлық екенін ұмытпайық.